Жүсіп пен Злиха қиссасы. Құл базардағы сауда. Уа Мысыр жұрты, аспандағы айды сатамын, байлығы жеткен адам алсын, деп Мәлік жар салды. Мысырдың ығайы мен сығайы, мырзасы мен байы, манабы мен шонжары алтындарын арқалап Мәліктің үйіне ағылды. Патша сарайындағы ұлық, бек, нояндар да сандықтағы қисапсыз қазынасын шығарды. Мәлік төрт қабырғасын шынымен қаптатып, Жүсіпке жеке сарай салдырған еді. Жиылған жұрт сарайды айнала қоршап тамашалады. Олардың арасында Әзиз Мысри мен Злиха да бар еді. Тас қараңғы түнде толған әдемі айдай болып алтын тақта Жүсіп отыр екен. Жүсіпті көрген бойда Злиханың жүрегі лүпілдеп, тұла бойы шымырлап кетті. Түсімде көрген ғашығымды, зарғып күткен асылымды таптым-ау ақыры, деді ақырын күбірлеп. Әзиз Мысриға, мына құлды сатып алайық, қанша сұраса сонша бер, мен үшін ештеңені аяма, деді. Әзиз Злиханы шын сүйетін, оның тілеуін екетпейтін. Ол, менің де алғымақ кеп тұр, бірақ байлығым жетеме деп уайым етем. Алушы көп екен, құны қай шекке барып тоқтарын ешкім айта алмас, деді қамығып. Жетпесе, әкемнен сұратайын, деді Злиха, махаббаттан қос жанары тұманданып. Әзиз амалсыз келісті. Алушылар түгел жиналған соң Жүсіптің саудасы басталды. Мәлік орнынан тұрды да, уа жарандар, бәрің бері қараңдар. Бүгін Жүсіп атты құлымды сатамын. Құдай берсе қисапсыз байлыққа батамын. Оның өнері мен әлпетінің кемелін қара сөзбен емес, өлеңмен жырласам ғана, тілегімнің тиегі ағытылар, деп тақпақтап кетті. Жүсіп деген айрықша бір құлым бар. Құнына дүниенің байлығы мен қазынасы жетпес пұлым бар. Сатып алғыларың келсе, бақты сынап талап қылыңдар. Сауда адал өтсін деген даналардың бізге қалдырған өсиеті бар. Бұл құлымның мынадай 10 түрлі керемет қасиеті бар. Әуелі көздері теңіздің ғажайып дүр дауқарын орнатқан шырақ сияқты. Тұрқына қарасаң, адам емес аспанда самғайтын мінсіз бір пырақ сияқты. Бойы биік, тұлғасы тау тұрпатты. Бәдені бар сәмбі талдай сымбатты. Жанарына қарасаң, көкірегіңе құяды ұлы құпия мен жұмбақты. Екінші жүзіне Құдайым бүкіл нұрдың асылын құя салғандай. Дүниедегі барлық көрік әсемдік пен сұлулық келбетіне ұя салғандай. Үшінші, білімі мен ғылымы да ажарына сай боп тұр. Жас болса да ақылы асып, 70 тілде сайрап тұр. Сөйлеп кетсе, елжіреп тұла бойың балқиды. Шырынды, жұмсақ сөзінен көңілің тасып шалқиды. Әр лебізінен тылсым бір құдіреттің лебі аңқиды. Төртінші, қайғыға батқан пендеге азапта жатқан әмбеге шапағатшы. Өзінен жәрдем сұраған, дәрмен тілеген жандарға шарапатты. Бесінші, қайсар жүрегі қорқуды білмейді. Жер қайысқан қол келсе де абыржып үрейге кірмейді. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті, қанатты, қаһармандай жарақты. Қаһарланса тамырымен жұлып алар дарақты. Алтыншы, әр білегінде 40 кісінің қуаты бар. Тәніне қақтың құйған сарқылмас суаты бар. Палуан болып топқа кірсе бәрінде жайпап шығады. 10 000 әскер келсе де көкті сүзген тас түлектей жайқап шығады. Жетінші, діні таза диянатты. Кісі баласына қылмаған еш қиянатты. Бір Құдайға иман келтірген, ділінен рухтың таңға жайып әуезі шертілген. Қиссалар мен тәмсілдерді толғанғанда хан сарқыты сарып ал, ішкендей тамсанасың. Кәләмнің құдіретіне көңілің еріп, жәмілә, ғаламға жар саласың. Сегізінші, аманатқа мүлдем қиянат қылмаған, айла мен амал ойлап, ешкімнің жолына тор құрмаған. Тоғызыншы, пайғамбарлар нәсілінен адамзаттың асылынан. Оныншы, мінезі мен пейілі өте көркем. Қай жерде өмір сүрсе, сол жер өркендеп жайнап шыға келер өлкең. Мұндай тамаша жаннан айырылып өкініп қалмаңдар ертең, деді сөзін аяқтап. Мұндай сипатпен мақтауды естіген кезде ешкім шыдап тұра алмады. Әзиз, әй Мәлік, созбақтамай құнын айт, қанша сұрайсың, деді. Мәлік үлкен таразыны алып келді де бір шетіне Жүсіпті отырғызды. Сосын жүмілә жұртқа қарап, уа халайық, тараздың екінші басына мына құлдың салмағындай алтын берсеңдер болды, деді.
Кезектің алдында тұрған бір жесір қатын мен алам деді де алтын салған қапшықтарын мықшыңдап таси бастады. Артта тұрған бай шонжарлар әй Мәлік, бұл не бізді мазақ қылғаның ба деп шулап кетті. Жұрт дүрлігіп үлгермеді. 2 пұт алтын таразының бір басына қойылды. Бәрі ах кетті-ау Жүсіп, кетті-ау сатылып деп бармақтарын шайнай бастаған еді, бірақ таразы былқ етпеді. Жүсіптің таразысыны нық қозғалмай тұра берді. Жесір қатын таң қалды. Малайларына қарап, неғып тұрсыңдар? Тасыңдар ана 6 қап алтынды деп айғай салды. Сәл кешіксем Жүсіпті басқа біреу сатып алар деп зәресі ұшып тұрды. 6 қап алтын және келді. Бұл жолда еш өзгеріс болмады. Саудагер қатын сасайын деді. Қоймадағы 10 қап алтынды және әкеп қойғызды. Түк те өзгермеді. Мына кереметке бүкіл базар қайран қалды. Мәлік өзі де түк түсінбей аузы ашылып қарап қапты. Ашуланған қатын «Тфу!» деп жерге бір түкірді де қолын бір сілтеп кетіп қалды. Осылайша сауда кезегі айнала бастады. Мысырдың шұбар төс шонжарлары бүкіл байлығын әкеп таразыға қойғызды. Жүсіп сол күйі қимылдамады. Сандық алтын мен қап-қап күміс тау боп үйілді. Жарты күнде бітеді деген сауда бірнеше аптаға созылып, ақырында Әзизге де кезек келді-ау. Ол патша болмаса да басқа елдің хандарынан артық тұрмаса, кем тұрмайтын бас уәзір болатын. Мына кереметті көрген соң ол қайынатасынан көмек сұрады. Зілиханың әкесі 1000 түйеге артылған гауһар мен інжу тастарды жіберді. Әзиздің құлдары таразының 2-ші басына мұнша байлықты 3 күн 3 түн бойына тоқтаусыз тасумен болды. Сонда да Жүсіптен ауыр тартпады. Әзиз де Жүсіпті алудан күдерін үзіп, кері кетуге айналды. Сол сәтте Зілиха шошып кетіп, таразының жанына қалай жетіп барғанын өзі де сезбей қалды. Далбасалап таразының бір басын өзі басты. Ол әрекетті тіпті күлкілі көрінді. Ел қыран топан күлкіге қарқ болды. Сол кезде Зілиха ғашықтықтан жылап жіберді. Көзінен домалаған махаббаттың бір тамшысы таразы басына тамып түсті. Сол кезде ғана 1 айдан бері былқ етпеген таразының Жүсіп жақ басы жерден бір қарыс көтерілді. Мұны көріп жұрт шу ете қалды. Зілиханың өзі де таң қалды. Үміт оты жарқ етті. Бірақ одан әрі көтерілмей таразы қатты да қалды. Сол кезде Әзиз де шыдап тұрмады. Ол, «Әй Мәлік, біздің байлық бір қарыс болсын көтерді ғой. Жігітке жомарттық жарасады деген. Бер енді Жүсіпті маған», деді алқынып. Мәлік Жүсіпке қарады. «Жүсіп, кеше маған Тәңірдің хикметін үйрет деп едің. Міне саған нағыз сабақ. Енді қалғанын сыйға бер. Сөйтте бір Алланың жомарттық мінезін өз бойыңа жұқтыр. Мырзалықты жаратушы иеңнен үйрен», деді. Бұл Мәлікке мықты сабақ болды. Бұрындары саудаға қатты болатын. 1 теңге үшін тартысып, саудаласып, ерегісіп, таң атқанша тұра беретін. Бірақ доңғайланып, мағынасыз қызыққа мал шашқанда алдына жан салмайтын. Бүгін өмірінде 1-ші рет мырзалық қылды. Ол, «Жарайды, дегенің болсын. Өзің де көріп тұрсың. Құлдың құны жоқ. Бірақ жетпеген ақысын бір Құдайдың ризалығы үшін саған тегін сыйладым», деді. Осылайша саудада аяқталды. Мәліктің көкірегі де кең сала берді. Бүкіл Мысыр халқы 1 ай бойына аузын жаппай осы оқиғаны айтып жүрді. Жалғасы келесі шығарылымда.